Ұлық Алла адамның рухани күш-қуатын көрсету үшін Ыбырайымды сынаққа алыпты. Ондағы мақсат адамның ерлігін көрсетіп, періштелерге мақтану екен. Бір күні Алла оған аян беріп, жалғыз ұлыңды құрбандыққа шал деп бұйырады. Құдайдың қалауы солай болса, ризамын деп іштей бекіген Ыбырайым пайғамбар ұлын киіндіріп, тауға қарай жол тартыпты. Әке, біз қайда барамыз дейді ұлы. Досыма қонаққа барамыз дейді әкесі. Олай болса, пышақ пен жіптің не қажеті бар? Қайтарда қой сойып әкелеміз. Осы кезде шайтан келіп, Ысмағұлды азғырады. Әкең өтірік айтады, сені Тәңірдің жолына құрбандыққа шалмақшы дейді. Ысмағұл, жаратқан үшін шыбын жаным садаға деп, Іблісті таспен ұрып қуады. Ібліс енді ажарды айналдырады. Анасы да Тәңірі үшін 1000 ұлым болса да құрбан етер едім деп жауап беріпті. Ібліс отбасына алауыздық еге алмай шарасыз қалады. Құрбан шалатын жерге жеткенде Ыбырайым ұлына қарап жылай беріпті. Ұлы, әке, не үшін жылап отырсыз деп сұрайды. Ұлым, мен сені қазір құрбандыққа шаламын. Тәңірдің қалауы солай болды деп жылап жібереді. Олай болса, еркек тоқты құрбандық деген Алланың бұйрығына мен де ризамын. Тек өтінерім, анам мені жоқтап жыламасын, сабыр етсін. Бауыздар кезде менің көзіме қарамаңыз, әкелік мейіріміңіз оянып, Алланың үкімін орындай алмай ұятқа қаларсыз дейді. Оның сөзін естіген барлық періштелер егіліп қоса жылайды. Сол кезде Тәңірі тағала періштелерге, қараңдар, менің қандай адал құлдарым бар. Сендер әлімсақта адамды жаратпа, олар қан төгіп, қиянаттан басқаны білмейді деп арыз айтып едіңдер. Енді қараңдар мына ерлікке деп мақтанады. Періштелер бастары салбырап жерге қарайды. Ыбырайым пышағын алып Ысмағұлдың тамағын орып жібереді. Бірақ пышақ өтпейді. Ол екінші рет қайта тартады. Өтпейді. Үшінші рет бар күшімен бауыздайды. Алмас пышақ жұмсақ теріні кесе алмайды. Пайғамбар ызаланып, пышақпен тасты ұрғанда өткір кездік қара тасты қағайырады. Сол кезде Жебірейіл періште пейіштен көк қошқар алып, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха иллалла, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп тәкбір айтып түсіпті. Бұл Алла ұлық, Алла ұлық, Алладан басқа тәңір жоқ, Алла ұлық, оған мақтау мадақ болсын деген мағынаны білдіреді. Періште, ей Ыбырайым, сынақтан сүрінбей өттің, Құдай сенің адалдығыңа риза болды, ұлың аман қалды. Оның орнына мына көк қошқарды құрбандыққа шал дейді. Содан бастап құрбан айтта құрбандық шалу мұсылмандарға уәжіп болыпты. Ұлының аман қалғанына шүкірлік етіп, Ыбырайым той жасайды. Той 3 күнге созылыпты. Ысмағұлдың аман келгенін көріп, ел жұртта қуанады. Ол кезде Ыбырайымның қауымында 300 түтін үй бар екен. Олардың бәрі Тәңірге шүкірлік етіп, бір-бір қойдан сояды. Үйлеріне дастархан жайып, әкелі балалы екеуін қонаққа шақырады. Тіпті кезекке тұрып, таласып қалады. Ыбырайым оларға риза болып, бәріңе қонаққа барып үлгеремін, дастархандарыңды жимай отыра тұрыңдар дейді. Ысмағұл мен Ысқақты қасына алып, барлық үйді аралап шығады. Дастарханынан дәм татып, батасын беріпті. Құшақ айқастырып көрісіпті. Ел жұрттың пейіліне риза болған Құдай бәрінің күнәсін кешкен екен. Ыбырайымның тойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, үлкен мерекеге айналды. Мұсылмандар жыл сайын құрбан айтта мал сойып 3 күн айттайды.
айтта көрісіп, араз адамдар бір-бірін кешірсе, Құдай олардың да күнәсін кешеді деген сенім бар.